Сәлем менің YouTube достарым. Мен бүгін пиццаның ең оңай, ең дәмді түрін жасалу жолын көрсетпекшімін. Сол үшін де менің видеомды соңына шейін көріп, YouTube арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басып қойсаңыздар. Ең бірінші бір стакан жылы сүтке бір ас қасықтай шекер қосып, бір шай қасықтың жартысындай тұз пенен ашытқыны қосып, жұмсақ етіп ұн елеп аламын. Көтерілген қамырды үшке бөліп, біреуін тақтайшаға жайып, тапаға саламын. Оның үстінен кетчуптан жағып, кетчуптың үстінен майонезді жағып, жақсылап қаспен жағып шығамын. Қамырымыз жұмсақ болып пісу үшін майонезді көбірек жағу керек және тегістеп жағу керек. Кесіп дайындап алған шұжығымызды қамырдың бетіне салып шығамын. Шұжықтың үстінен ірі көзді үккіштен сырымызды майдалап себелеп шығамын. Енді тапамызды әсел пешкеге 200 градус ыстықта 15 минут пісіріп аламыз. Даяр болған пиццамызды дастарханға кесіп қоямыз. Ас болсын. Келесі кездескенше сау аман болыңыздар.